Тарихымыз айтқандай, Мұхаммед Али барлық уақыттағы ең жақсы боксшы, бірақ бұл оның ұлы ретінде есте қалудың жалғыз себебі емес. Ол рингта керемет жылдам болған. Оның күші соншалық, оның ең үлкен жекпе-жектері ешқашан 16 раундқа дейін жетпеген, бірақ Алидің ұлылығы оның басқа соққыларында. Ол әрқашан боксты өзіне әлдеқайда үлкен нәрсені көрсету үшін қолданған. Менің бедел үшін күрескім келеді. Бедел өзім үшін емес, бүгінде Америкада бетон еденде ұйықтап жатқан бауырларымды көтеру үшін. Мысалға, 1960 жылғы Олимпиадасында оның алтын медаль ұтып алған соң болған оқиғаны тыңдап көріңіздер. Мен алтын медалімді алдым. Бір нәрсе ойлап тапқандай, адамдарды мені тану керек дедім. Бүкіл әлемнің чемпионымын. Енді қала орталығында тамақ жей аламын. Қала орталығына бардым, үлкен алтын медалім үстімде. Сол кезде қара нәсілділер қала орталығында тамақтана алмады. Орталыққа барып отырып бір кесе кофе мен хот-дог дедім. Бұл жасқаным, біз негрлерге қызмет етпейміз деп айтты. Менің ашуым сонша, мен де оларды жемеймін, тек маған кофемді берші дедім. Оның алғашқы менторы Малком Икс болған, өте даулы ислам нациясының мүшесі. Сіз оның діни көзқарастарына қатысты кеңес бердіңіз бе? Жоқ, мен ешкімге кеңес бермеймін. Көпшілік оның есімін діни көзқарастарына байланысты өзгерткенін біледі. Хабарлардың көбісі Кассиус атында Мұхаммед Алиге ауыстырды деп жатқанымен, бұл оқиға толық емес. Кассиус ауыр салмақта чемпион болғаннан кейінгі келесі күні ислам нациясының мүшесі екенін жариялады. Ол Кассиус Икс болам деп айтты. Клей деген ақ адамның аты, бұл деген құлдың аты еді. Икс деген ислам нациясының ақтар берген атты қабылдамау жолы. Күндер өткен соң Элайджа Мұхаммед ислам нациясының көшбасшысы әрі қарай кетті. Кассиус Иксқа түпнұсқа атын берді. Бұл Құдайдың сүйіктісі дегенді білдіреді, бірақ ол бұны заңды түрде өзгертуден бас тартты. Сот қай нәсілді? Ол ақ. Басқа сөзбен, мен ақ адамдардан осылай сұрау керекпін. Бастығым, мен өзімді Мұхаммед Али деп атасам бола ма? Ол ар-ожданына қарай Вьетнам соғыстарына әскери қызмет етуден бас тартты. Бұл оның атағын жоғалтуды, кәсібін жоғалтуды және сотталуды білдірді. Бар бауырларымды немесе менен қара біреуді, немесе балшықта жатқан аш кедей біреуді үлкен қуатты Америка үшін атуға ар-ожданым маған жол бермейді. Не үшін мен оларды ату керекпін? Олар мені нигер деп мазақтамаған, ешқашан мені қинамаған, ешқашан маған иттерін жібермеген, ешқашан ұлтым үшін мені тонамады. Әкем мен анамды зорламады, өлтірмеді. Не үшін мен оларды ату керекпін? Одан да мені түрмеге алып кетіңдер. Бірақ оның моральдық ұстанымы оны азаматтық құқық қозғалысына алып келді. Ол діни айырмашылықтарға қарамастан кіші Мартин Лютер Кингпен достасқан. Мына ой бөлмесіне сіз нені талқыладыңыз? Ешнәрсені, біз жай ғана доспыз, Хрущев пен Кеннеди сияқты. Соғысқа және қысымшылдыққа қарсы біріккен. Мұхаммед Али жаңа айтқандай, біз барлығымыз бір зәбір жүйесінің құрбанымыз, және бізде әртүрлі діни нанымдар болса да, бұл біздің алаңдаушылық тұрғысынан айырмашылық тудырмайды. Әлі де бауырмыз. Сіз Мұхаммедтің әскерге шақыру мәртебесіне қатысты көзқарасымен келісесіз бе? Мен әрине келісемін. Менің әскерге шақыру туралы көзқарасым өте айқын. Мен бұған қарсымын. Және де ол өзінің адал қарсылығымен жоғары сотқа барды. Мен өзімнің әскерге шақыру қағазын өртемеді, бірақ менің істеп жатқаным заңда. Сол үшін мен жоғары сотта әділеттілікке қол жетуіме сенімдімін. Сіз әскерге шақырудан кез келген негізде бас тарта аласыз, бірақ кейін сотқа бару міндеттісіз. Бұл заң. Мен бұған дайынмын. Адамдардың көбісі қол жеткен жолмен әскерге шақырудан аулақ болуға тырысты. Кейбіреулер әскери қатарына шақырту картасын өтеумен және болашақ президент Билл Клинтон сияқты күрделі кейінге қалдырудың серияларын қолдана отырған. Бірақ байқасаңыз, мені көбірек аңдиды. Маған Америкада жұмыс істеуге рұқсат етілмеген. Америкада тұруға рұқсатым жоқ. Еркіндердің батыл жерінің үйі. Сіз ауыр салмақта әлем чемпионы болуды сағынатын кездеріңіз болды ма? Жоқ, олар мені сағынды. Боксқа қайта оралса да, ол ешқашан заттарды қақтыруға тоқтатқан емес. Вьетконгтардың бәрі жаман емес, бірақ Америка әлі күнге дейін бомба тастап жатыр. Хиросимада Жапония жаман болған жоқ, бірақ олар бомбаны тастады. Кореядағы адамдар жаман болған жоқ, бірақ олар бәрібір бомбаны тастады. Сөйтіп, мен 400 жыл бойы менің адамдардың өлтіруді, зорлауды және бостандық пен әділдік пен теңдікті айыруды ұмыту керекпін бе?
Ол қайта-қайта бұқаралық ақпарат құралдарына көрініп, бұларды моральдық өмірге ұмтылуды насихаттау үшін пайдаланды. Білгеніңіздей, бұл елдің қара нәсілді атлеттің немесе артистің әсері көп. Олардың кейбіреулері жарнамалайды, кейбіреулері фильмдер жасайды. Адамдардың моральдық және рухани жағынан көтеру үшін, сонымен қатар өздеріңді жақсы көріп, тату болуға және өздеріңе көмектесу үшін менің қолдан келгеннің бәрін жасағым келеді. Олар басқалардан көмек күтуден бұрын оларды құрметтеу. Мен сізді көптен білемін. Мен сіз сияқты сіз жасап жатқан іске көбірек лайықты адамды білмеймін. Оралудан соң 1981 жылы ол тіпті адамды өлімнен құтқарған. Бұрынғы ауыр салмақтағы чемпион терезеге барып былай айқайлайды: мен сенің бауырыңмын, саған көмектескім келеді. Алиді таныған жігіт соңында оттан қашу есігін ашты және Али оған жақындап келді. Ол Иракта 14 кепілгерді босату туралы келіссөздерге көмектесті. Ол Нельсон Манделамен бірге апартеидке қарсы тұрды. Ол әлемнің түрлі жердің балаларына медициналық заттар мен тамақ өнімдерін жеткізді. Паркинсон генетикалық ауру оның қызметін қатал түрде бұзса да, оның миллиардтаған адамға шабыт беру қабілеті ешқашан тоқтатпады. 1996-да бұны 3 миллиард адам көрді. Ал соңғы көпшілік алдында сөйлеген сөздерінің бірінде ол 11 қыркүйектегі жойқын шабуылдардан кейін ислам туралы айтты. Мен мұсылманмын, мен 20 жыл бойы мұсылман болдым. Және де мен өлтіру мен зорлық зомбылыққа қарсымын. Және бүкіл мұсылмандар бұған қарсы. Адамдар ислам туралы шындықты білу керек деп ойлаймын. Сіз мені білесіз, мен боксшымын. Мені барлық уақыттағы ұлы деп айтады. Адамдар мені боксшы және шыншыл адам ретінде таниды. Ислам шынымен террористік көрініс сияқты болса, және мен осы жерде оның атымен жүрмес едім. Адамдар шындықты білу керек, өйткені ислам бұл бейбітшілік және ол өлтіруге өз әрекеттерді ислам атымен жауып жүрген террористерге қарсы. Мүмкіндігім болса, мен осы мәселемен бір нәрсе жасар едім. Өткен қыста енді сөйлей алмайтын кезде ол Дональд Трамптың Парижде және Сан-Бернардинода бірнеше кісі өлтірушілердің іс-әрекеттерін әлемдегі 1,5 миллиард мұсылманмен байланыстырған пікіріне қарсы мәлімдеме жазды. Ол былай айтты: ешқашан саяси әдептілікпен айыпталмаған адам ретінде мен саяси лидерлеріміз өз жайғасымдарын ислам діні туралы дұрыс түсінік қалыптастыру үшін пайдалануы керек және адасқан өлтірушілердің адамдардың бұрмалап қалған көзқарастарына исламның шын мәнінде қандай екені туралы түсінік әкелу керек деп санаймын. Али жауынгер болған, бірақ оның бұлшық-еттері біз үшін шынымен өте маңызды емес, және ол да бұны уайымдамаған. Бокс мені жекпе-жектен таныстырған тәсіл ғана болды. Менің басты күресім бостандық пен теңдік үшін. Ақша ештеңені білдірмейді, өйткені мен 4 жылдан кейін қайтып келуімді білмедім. Сондықтан осы қолғап физикалық ұрудан көбірек мағына білдіреді, және қазір олар соңғы 8 жыл бойы президенттердің жеке кабинеттерінде тұр. Бұл жекпе-жек үшін мен аллигаторлармен жекпе-жекке шықтым. Мен китпен күрестім. Мен найзағайға бұғау кигізіп күн күркіреуді түрмеге қамадым. Менің жаман екенімді білесіңдер, мен тасты өлтірдім. Тасты жарақаттап ауруханаға жатқыздым. Мен өте жаманмын. Мен дәрі-дәрмекті ауруға ұшыратамын. Мен жылдамын, мен су болмай дауылдан өте аламын. Менімен кездескен Джордж Форман өз қаржысын төлейді. Мен суға батып, бүкіл суды іше аламын. Өлген ағашты өлтіре аламын. Оны көргенше күтіп тұр. Мұхаммед Али.